Алейкумассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, қазіргі таңда шығып жатқан компьютерлік ойындар, оның ішінде кейбір ойындарды естіп жатамыз. Мысалы, бір балл алу үшін, бір жеңіске жету үшін бір көфір амалдарды істеу керек дейді. Ойынның ішінде, яғни бұтқа табыну керек дейді, бір жеңіске жету үшін, немесе сондай бір кресті мойнына тағу керек дейді. Қараңыз бауырлар, ислам шариғаты осындай бір ережелері бар көфір мен иманның арасында. Бір адам көфір сөзін ойнап айтса да, ол адам кәпір болып кетеді, діннен шығады. Қараңыз, ол мақсат көфірді ойнап айтады, мен кәпір болайын деп, немесе осы кәпірдің сөзін дұрыс деп айтпайды, оны әзіл қылып ойнап айтатын болса да діннен шығып кетеді. Енді сіз айтып жатқан мәселеде, егер сол көфірді бір мақсатпен, бір жеңіске жету үшін, бір сондай бір жемістерге қол жеткізу үшін айтатын болса, ойында болса, ол көфір болып кетеді. Мұсылман бауырлар, ондай ойындар, көфір ойындар, олар діннен шығаратындар, ол мәңгі зиянға, құрдымға ұшырататын ойындар болып есептеледі. Ол компьютерлік ойындар бола ма, басқа бола ма, соткада ойнайсыңыз ба, оның барлығы харам, ол діннен шығарады, мұсылман бауырлар. Себебі жаңағындай ереже, көфір сөзді, көфір амалды ойнап істесең де, ойнап айтсаң да діннен шығарады. Бірақ енді сен ол ойынның ішінде ойын емес қой, сен соны істеймін деп, соны істегеннен кейін мен жеңіске жетем, нәтижеге жетем деп ойнайсың, ол таза көфір болып кетеді. Оған ешқандай халаф жоқ, онда ешқандай талас жоқ. Сақ болыңыз иншалла.